Сәлем біздің YouTube арнамыздың сүйікті көрермендері, сіздермен қайта қауышқанымызға өте қатты қуаныштымыз. Бізде өте жақсы жаңалық бар. Көптен күткен жаңа жылдық көңіл күйдегі Қалам фильмінің түсірілімін бастадық. Достар, бір өкініштісі бұл YouTube платформасына шықпайды, бірақ біз сіздердің жаңа жылдық көңіл күйлеріңізді көтеру үшін басқа платформаға салатын болып шешіп жатырмыз. Неге? Себебі біз кинотеатрға ұсынып үлгермей қалдық уақыт жағынан. Және де достар, бұл біздің үлкен кинодағы тырнақалды туындымыз болғандықтан бауыздау ретінде сіздерге арнайы сыйлықтарымыз бар. Олар туралы жақын арада айтатын боламыз. Ал баршаңызға 6-шы серияға приятного просмотра. Жобасын білдіріп ата берсе жан-жақ. Давай. Сө, жеге. Ашуларың басында. Қыстақ көтіміз. Кет қалды. Қолдарын көтеріңдер. Қозғалу шома. Таста қолыңда қаруды. Таста деймін саған. 5-ке дейін санайым. 1, 2, 3. Таста деймін. 4. 5 баланы шашып тастаймыз ғой, қалды екеуміз. Ал сосын талпаны көріп қорықтық та туалет ішіне тығылып қалдық. Туалеттің ішін қарасақ, калаш тұр екен, сосын қолымызға алдық та пайдаландық. Мына біздің калаш емес, біреудікі ол, братан. Серьезно. Ена мүмкін емес қонау. Заводской серийный номер болмау деген. Кеттіндері болдық 7 жылдан, білесің ба? Полицияға ана шақырып қазір қолымызды қайырып сөйтіп алып кете ма? Именно үшеуіңді өзім апарам. Сосын маған не істейді? Қалай марапаттайды? Құрметті Марат Жолдасбекұлы, жалаң қолмен калаш ұстаған бандиттерді өз қолымен әкелгені үшін медаль тағылып, халық қаһарманы деген атақ беріледі ол. Тамаша. Бір айналған 5 теңге деп қойсың ғой. Аға, өтініш, біз үйге апарып тастаңызшы. Енді қайталанбайды. Сен көшеде салют атып пен? Ешек бас? Енді қайталанбайды дейді ғой. Үші автоматпен көшеде атасың. Аға, Үйге апарып таста дейсің. Мен саған таксиспін ба нахуй? дұрысынан, братан, келісейік та. Зато өткендегіден 4 есе қылып қойып берейін ақшасын. Сосын қолыңыздағы темірді дарет етіп жіберейік. Просто ақшалар үйде еді, үйге бару керек болады. Адресің қай жерде? Ташкентскийдің бойында ма? Айда, Ташкентский. Әке, айта деймін саған. Қарындарыңыз бар ма? Бағаны бірдеңе жеп алғанбыз, обедте. Солай донера болайық та, братан. Шүш бол донер. Зарядчик аласақшы айфонға, братан. Бар менде зарядчик қазір беремін. Қалтаңда шығып бағана. Мен өзімкін бере салам. Айда, кеттік бол. Type-C ма? Type-C. Ай, мынау Жәмила ғой, тоқта. Жәмила? Ай, Жәмила, қалайсың? Лейла, сәлем. Айта бер. Ай, алдында артық кетсем кешір көршім. Сенің ана көзіңді ашайын дегенім ғой. Ана өтірік дипломға алданып қалмасын деп, жаным ашыған соң айттым. Жаның ашса жұрттың көзінше емес. Жайлап кеп өзім айтпадың ба? Ой, ашуланбашы енді. Айтпақшы, қай күні еді? Алдың күні. Сендердің адрестеріңді сұрап, 2 милиция жігіт келді. Зейінді сұрады. Армияға алып кеткісі келген ғой. Солай ма? Ай, сол бала бірдеңе білдіріп қоймаса болды ғой. Осы сол, ана, дипломды ала алмадым деп, бірдегеге ілініп қалмадым екен, Лейла, осы сен осындайыңды қашан қоясың, Өзіңнің балаларыңды ойламайсың ба? Біздің өмірімізде не жұмысың бар? Ой, өздерің біліңдерші. Аман болыңдар әйтеуір.
Қайда иномарканы? Мә, сен де ойлан. Алмаймын анам, братан. Ой, неге? 2 миллион мұнда. И чё? Енді ана автомат ұстаған қылмыскерлерді жіберіп қойып отырасың ба? 8 миллион жіберейін ба? Өзің білме, әке. Мен ант еткем, тоды сүйіп тұрып, адал қызмет етем деп. Ой, бля, үйсіп қаласындар осына кезде. Правильный оқып қаласындар әтеуір. Правильный мен. Правильный болғам и бола берем да. Чорт! Сен мен напарнигімсің. Кетсек бірге кетеміз. Білесің ба, соны ешкімге айтпа. Алмасаң алма құры. Өзім ағыламыш. Тоқтаңдаршы. Ас бой отырып бәрін басынан түсіндіріп беріңдерші маған. Жен басынан болғанда, басында өзімізді түсінген жоқпыз негізі. Енді ғой, қалай болады, не болады, біліп түсініп келатқанымыз, ше? Жо, сонда сурет саласың, салған суретің тіріліп кете ма, қалай болады ол? Так. Былай ғой. Мына қаламмен сурет саласың, тірлік кетеді базар жоқ. Бірақ өзінің ережелері бар, кішкентай ғана. Бөлменің ішінен шық болуың керексің, есік болу керек, далаға шықсаң әсер етпейді деген сияқты нәрселері бар. Кейін бір өзің қасымызда жүресің ғой, сол кезде түсініп аласың. Онда андайларды салып көрейік та. Сақ көргеніміз ондайды. Болмайды. Кукла келді ғой, андай өрлейтін. Мен әлі сен алмай отырмын ше. Түсім емес па? Оят жіберіңдерші. Өткендегідей жағыңнан бір ұрайында сол кезде оянасың, нормально қаласың. Керек емес ол. Бәсі, сен екеуің мұна үйде не істеп жүр десем? Сатып алғасыңдар ғой мұна үйде? Енді оны мойындау керек, жалға алып жатырық тазасы. Өткені сатып алатын болсаң, налог, полог, қаржы, маржы бәрі артыңа түсіп алады да, көтіміз ашылып қалады да, құрбысқа. И мынаның бізде бар екенін біліп қояды. Короче, Жен, қалам туралы тіс жарып ешкімге айтпайсың. Біреуден естіп, немесе біреуге айтатын болсаң, Жен екен демеймін, апарамда психбольницаға өткізіп жіберем. Сенің сөзіңе ешкім сенбейтін болады одан кейін. Түсіндің ба? Ойбай, нағашы не болсыншы? Айтпаймын ешкімге. Айтпаймын, если мен бір өтінішімді орындасыңдар. Қандай? Короче, мен наған әлі сеніп отқан жоқпын. Мен көз алдымда бір сурет салыңдаршы. Не салайын айтшы? Жаңа жыл келе жатыр ғой. Елка салшы. Елка. Далбансың ба сен? Мүмкіндік қой мынау. Өзіңде жоқ бір қымбат сыйлық салдыртып алмайсың ба? Елка көрмегенде елка саш дейді ғой. Ой, похуй бірдеңе салшы, көрейік просто. Берші братан, ұстап көрейік. Сурет жақсы салады екенсің былай, братан, Неге шахматқа қатыспайсың? Айтпай өйтіп. Бар, алып қайт. Келді ма? Бар сетес. Ёп твою мать! Ебать! Прикинь! Натуре ма? Мен сендім қаламдарыңа. Берші парақты. Нан қарасай, тура сол ғой. Бірақ неге қолысқа жағатын салдың? Жай сен пайдалансын деп. Пайдалансын? Сасиын ба, мен көрші нағашым. Настроением бұзбашы. Қазір жігіттер союзында отыр. Алло, Сая, привет, қалайсың? Неге звондасам көтермедің? Да, біз сол қаланың сыртында болғанбыз ғой. 2 сағат бұрын ғана келдік. Не болды? Саған бүгінгі болған жағдайды айтуым керек еді. Что там, жігіттер? Не жағдай айтсаңдаршы? Мал наху. Ана Зейнің кеше алдымызға автоматпен келді ғой наху. Қумаңдаршы, қандай автомат ол? Қумасаң, қума қаз. Мен сендерге ақшаларыңды бердім, енді Зейнді ұстап отырмадым ба кішкене?
Ақшадан басқа ештеңесі жоқ, тряпка. Өліп кетсек үйдегілерге сен қарайсың ба? Жоқ, қандай автомат түсінбей тұрмын мен дейтін. Вот именно, қайдан жүр ода автомат? Ол дейтін ойыншық автомат шығар, сендерді қорқыту үшін. Расул, тыңда мені. Біріншіден, сен енді бізге 3 есе көп төлейсің. Екіншіден, сол ақшаның жартысына біз суық қару аламыз. Үшіншіден, ана зейінді алдыңа әкеп тастаймыз. Сонымен расчет. Ұқтың ба? Түсіндім мен. Батядан ақша алу керек қой енді. Ол сенің проблемаң. Ана зейін кеше балалардың көзінше менің абыройым төкті. Соны қайтып жинап алуым керек. Қысқасы, ертең менің алдымда ақша болатын болсын. Болмайды екен? Абылай бауырым мен үшін срок арқалап кетеді. Что там, родной? Қарын ақтарып тастайын ба бутылкалап? Жоқ, керек емес. Түсіндім мен. Все онда. Айтпақшы ана бүгінгі келіскен 800 мыңды бере салшы қазір. Ағашы? Жен. Не істеп жатсың? Ой, шетелге демалысқа билет қарап отқан ғой. Азыр жоқ. Жағдай айналып кеткен десе, Сен ғой. Маған бір ақша бірдеңе сатпайсыңдар ма, ағашы? Конечно, жоқ. Немене? Ешкімге айтпаймын дедің бұл. Ой, сен білем ғой. Қолыңа сәл ақша түссе болды, есіріп, оңды сол жаратып, дұрыс пайдаланып білмейсің да ғой сен. Ой, қойсын ағашы, сен де жүрсің ғой нормально. Еще қалам екеуіңдікі шығар. Жоқ ой, зейіндікі. Зейіндікі дегенде почти екеуміздікі ғой енді. Болды ғой енді, хотя бір 10 мың теңге берсең ағаш. Ой, болды қазір зейін келеді, зейіннен сұрап берем болды. Ол қайда? Ой, анау саяма кім сонымен жолығуға кетті. Ағашы, шынын айтшы, осы уақытқа дейін қанша ақша шығардыңдар? Так, осы уақытқа дейін бір 700-800 миллиондай ғой. Сондай кетіп қалу жүр. Не сен жұмыстан шыға берем ба мен, ағашы? Ой, жоқ ой. Жұмыстан шыққан дес. Істеп жүре бер, жынсызсың ба? Тем более қазір мұғалімдердің айлығы дейтін жоғары ғой. Айттың ғой, сәл не болса болды. Жұмыстан шыға берейін ба деп. Сәлем, сұлу қыз. Неге сенің көңіл күйің жоқ? Сәлем. Мені кеше жұмыстан шығарып жіберді. Ой, не үшін шығарып жіберді, айтып бермейсің бе? Оны жігітіме айтуым керек. Жігітіңе? Жарайды, мен сенің жігітіңі шақырып берейін. Ей, жігіті! Ау, айтар, что там? Сенің қызыңды жұмысынан босатып жіберді. Қой, сондай болды ма не? Неге? Жынды. Шығармайтын жоқ, я сен? Жоқ, айтсен неге шығар жүрді жұмыстан? Айтсаңшы, сұлу қыз. Сен баршы бір жеке сөйлесіп алайық. Нормально сөйле, қазына. Кім қаз, Зейін. Кішкентай бала ұқсап. Өзі ғой? Ал, не болды, жұмысың ұнамай қалды ма? Жоқ, ұнады. Енді? Сені өткенде оқуынан шығарып жіберген ректор бар ғой? Оны неге айттың? Сол кеше... Не жігіттер, ақшалар. Сен кәлпіште болсаң да сөзіңде тұратын жігіт екенсің. Заттарыңды бүгін аласыңдар ма? Оны сен уайымдамашы. Қанша не жерде? Қанша дегенде сол келіскенде 3 есе ғой. Бірақ мына жақта жартысы бар. Қалғаны сосын болады, тірлік біткен соң. Шалым. Жақсы көрем ақша дегенде де. Дені дұрыс, тамақ жоқ па не жедің? Повар жалдаймыз, не істейміз? Ебай. Өйтіп шықпашы. Ойлайым жүрсің. Настроениең жоқ. Или ана кешегілерді ойлап жүрсің ба? Сабровшкідегілер. Жоқ, олардың дым қатысы жоқ. Енді?
ана ректор ғой. Сосын сұрағанда күші. Ректор не қатысы бар? Давно оқудан шығып кеттің ол жақта. Түсіндіріп берейін отсай. Қумаш, брат. Сені қойып енді сенің саяң жұмыстан шыға жерген ба? Оныкі не бассыздық? Ұнамай қалса болды, бәрін жұмыстан шығара беру керек па? Осы жолы сол мұрттыны бір нәрсе қылайықшы. Есейміз қаламды до конца қолданамыз ғой. Вот. Солай дұрыс болады. Дұрыс жасайын деп тұрсың солай. Неден бастаймыз? Ең алдымен өзімізге машина алып алайық. Содан кейін ары қарай көре береміз. Жігіттер, кек қайтаратын уақыт келіп қалған сияқты ма, е? Дұрыс айтасың, родной. Осы жолы өзіңдікін істеп тасташ болды. Әлі, нағашы. Зейіннің өмірі былай қалып тұрсаң, кино ғой, ә? Жігіттер, мен түрме бір қарап алыңдаршы, дұрыстап, анықтап. Менің мына түрме не машина жарасады? Не машина жарасады? Ой, братан, саған шиедей қып-қызыл Феррари жарасады ғой? Ей, жоқ, Феррари емес. Бірден көзге түсіп қалады ғой ертең. Болмайды ол. Басқа машина керек. Зейіннің өзі айтқандай бір средний класстағы машина керек қой, қатты бір көзге түспейтін. Тура сондай ғой. Примерно бір спортивный, молодежный, лоу. Бұзылып қап, эсто қайта-қайта мен уақытын құрт апарта бермейтін. Сондай бір жақсы машина керек болып тұр. Мустанг қой. Зор болды ғана, Пиздес қамал, Мұнау потолок қой, Бля, мұнау потолок па? Американский кинолардағыдай ғой, Базыр. Неге сатып ала салмадың салоннан? Ақша бар еді. Қуасың ба? Салон саған дәл мынандай көк қара наклейкасымен жабыстырып бермейді ғой саған. Сатса заводская түсетін береді ғой. Я бірақ, Екеуің GTA-дағыдай өмір сүріп кеткен жоқсыңдар ма? Мұнау зор болды, ше? Бір өзіміздің машинамыз бар. Енді атын кім деп қойсақ болады? Кімнің? Машинаның? Бұл адам сияқты ғой, жаны бар ғой бұның да. Бұған да қарап, аймалап, сипалап, іші сыртын бәрін тазалап, реттеп. Адам құсап қарайсың ғой, атын қойып қойық та. Сондай бар ма бұндайдан? Мақұл, не деп қоямыз алатын? Кім деп қоямыз? Желбезек деп қояқшы атын. Желбезек? Неге желбезек? Бергіш, алдынан қарасай, тура акула ғой. Теңіздің жыртқышы. Үйшанан қарасай, желбезектері бар ғой. Тура суреттегідей. Кәм прям маңызды. Давай онда желбезек болса, желбезек болсын ал. Расул болды. Осымен бәрін тоқтатайықшы. Неге? Зейін үшін ренжіп жүрсің бе әлі? Әлде оны жақсы көресің бе? Мәселе ода емес, мен оны ұмытқам. Сен менің абыройымды төгіп, өтірікші қылдың. Кәусар? Зейінмен нормально сөйлесіп, кешірім сұрайым деген қайда? Не істедің сол түні демеумен Зейінге? Ештеңе істеген жоқпын мен дейтін. Бәрі нормально болды. Жігітше сөйлестік. Мен өзім үшін де, әкем үшін де кешірім сұрадым. Өтірік соқпашы, а? Или мені ақымақ көресің бе? Шын айтам, Кәусар. Мен сенің абыройыңды төгет деп ойлайсың ба? Ренжімеші енді. Расул, мен кетуім керек. Зейін. Мен по-любому кегімді алам. Әкем үшін де. Талай қолданып жүріп қой жігіттер, ұмытқамаған шығарсыңдар, Жоқ, брат. Талай қашты аспан қатқаннан. Осы жолы адам қататын болдық қайда? Қой, сендер маған әлі керексіңдер. Не дегенмен бірге өскен бауырларымызға.
Бірінші ана Зейінді қорқытып алайық. Сосын по ходу дела көреміз. Қанға қан болса, қанға қан. Қайда тұрсың, мен сен көріп тұрған жоқпын ғой. Міне артында тұрмын. Шынымен де сенің машинаң ба? Е. Курьер болып алып алдың ба сонда? Ана сен берген толстовкам бар ғой. Соны жып-жылы киіп алдым да, доставканы ұрдым. Первоначалкасына осы машина алдым. Әрі қарай кредитін төлейм. Әйтпесе курьерде қаққан ақша болсын. Айтпақшы таныс қой. Есімі Кенжебек. Кенжебек деп қой, Желбезек есімі. Кімнің? Машинаның? Неге Желбезек? Просто бұл машина андай не да? Не деп айтады жаңа? Андай судың астында жүзеді да, балық сияқты, тасбақаға ұқсап. Мықты да, короче, соны. Түсіндім примерно. Құтты болсын. Рахмет. Шынымен таң қалып тұрмын. Айтады, сен сыртқа шықшы. Мен артқа беріп шығып кетсем мына жерден. Сосын қайтадан отырасың машинаға. Айтып отыршы, алдыға артқа деп. Иә, жарайды. Сол жақ фар жанып тұр ма, қараш? Иә, жанып тұр. Оң жақ фар ше? Иә. Енді екеуі жанды ма, қараш? Жанып тұр, жанып тұр. Жоқ, қалай? Кеше тик-токтан көріп алдым. Рахмет. Блин, бұндай кезде не деп айтушы еді? Білмеймін өзімде не айту керектігін. Бірінші рет істеп тұрмын мен ана дүнде. Мен де бірінші рет алып тұрмын. Қазір біреу звондап отқан сияқты ма? Алло, кім екен бұл? Зейін, бұл Рэмбо ғой. Тартылып кетші сөйлесейік. Мен қазір бос емесем, сосын сөйлессек. Сосын кеш болып кетеді саған. Қойына. Адресті білесің. Көп күттірме. Кім? Сенде бүгін не план сая? Ешқандай. Мен қазір бір жаққа барып келсем, маған бір доставка істеген ғой. Сонымен оның пицца суп қап, хай-вай шығарып келсе бері қарай деп жатыр да, барып кетсем соған. Мен жаңа ғана боянып шықтым ғой. Сонда мен тастап кете саласың ба? Жарайды, отыр онда. Мына гүлді артқа саласың. Алдына отыр ол. Брат, анау точно келе ма? Келет, келмей қайда барады? Калашта жүрген жігіт қой. Келді ғой ана бізде. Мустанг мініп алған, мане мені өлі. Сая, сен осы жерде күтіп, кішкене жылынып отыра тұр. Мен барып клиенттермен сөйлесіп қайтайын. Бір пиццаға бола осыншама адам күтіп тұр ма? Не болып жатыр өзі? Бәрі дұрыс па әйтеуір? Бәрі дұрыс. Қазір келем.
қалам алып құрымай хат жазамын шіркін